Барлығына сәлем, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мамандық таңдау мектебі және мен Санель. Бүгін біз университетке емес, колледжге обзор жасайтын боламыз. Бүгін біз Шымкент қаласына келдік және сіздерге Шымкент жоғарғы педагогикалық колледжіне обзор жасап, жалпы қандай колледж екенін көрсететін болам. Кет! Колледжге обзорды бастамастан бұрын ең бірінші міндетті түрде колледждің ашылу тарихын қысқаша түсіндіріп кетейін. Жалпы колледж 1992 жылы ашылған болатын. Негізін қалаушысы, жалпы колледждің ең алғашқы құрылтайшысы Бақтияр Саидұлы болған. Ол кезде колледж Қожа Ахмет Яссауи атында болған. Ал қазіргі таңда колледжге Шымкент жоғарғы педагогикалық колледжі аты берілген болатын. Және де ода 10-нан аса мамандықты оқытады. Апа, ең алғашқы сұрақ, біздің абитуриенттер кез келген колледжге барсақ та, университетке барсақ та, әрине ол қандай мамандықтарды оқытады деген сұрақ болады. Сол себепті де жалпы қазіргі таңдағы барлық мамандықтарды бізге қысқаша айтып берсеңіз. Шымкент жоғары педагогикалық колледждің атауы өзі айтып тұр. 60% біздің мамандықтың барлығы педагогикалық мамандықтар. Оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие оқыту, бастауыш білім берудің ішінде шетел тілі және қолданбалы бакалавр деген осы екі мамандық бойынша бар. Дене тәрбиесі пәнінің оқытушысы, музыка пәнінің оқытушысы, қазақ тілі әдебиет пәнінің оқытушысы және информатика пәндерінің оқытушысы. Одан басқа гуманитарлық пәндеріміз бар, мамандықтарымыз бар оқытылып жатқан. Ол құқықтану, аударма ісі, кітапхана ісі деген, дизайн деген мамандықтарды қосымша оқытамыз. Түсінікті. Қазіргі таңда қанша студент оқып жатыр колледжде? Қазіргі таңда нақты 1200 студент білім алуда. Көптеген оқушылар, енді 9-шы сыныптың оқушылар ғой, енді колледжге келген кезде қорқаштайды деген секілді, ертең колледжге барғанда қалай болады деген секілді. Сол орайда бізде жалпы документ тапсыру қай уақыт аралығында болады, және де жалпылай қандай ақпараттарды болашақ абитуриент білу керек деген сұрақ болып тұр сізге. Дұрыс. Қазіргі қолданыстағы заңнамаға сәйкес қабылдау 20 маусымнан басталады және 25 тамызда аяқталады. Күндізгі бөлім бойынша. Сыртқы және кешкі бөлім бойынша 20 қыркүйекте аяқталады. Енді барлық мамандықтардың ішінде қазір сыртқы бөлімге біраз мамандықтарға тыйым салынған. Соның ішінде бізде тек қана кітапхана ісі іске асырылады. Сырттай бөлім бойынша. Ал күндізгі бөлім бойынша барлық мамандықтар бойынша 9-шы және 11-ші сынып, одан қалса колледждің негізінде де қабылдауға болады. Оқу ұзақтығы барлық мамандықта 3 жыл 10 ай ма? Енді былтырғадан бастап академиялық дербестік берілген әр колледжге. Олар өздерінің білім беру бағдарламасын әзірлеп, оқу мерзімін өздері қойған. Бірақ міндеттелген кредиттердің саны бекітілген. Соған орай 3 жыл 10 ай педагогикалық мамандықтарда, 2 жыл 10 ай гуманитарлық мамандықтарға белгіленген. Обзорымызды ары қарай жалғастырамыз. Енді мен сабақ барысын көрсеткім келіп тұр сіздерге. Қазір тіпті бір күн студент болам десек те айтсақ болады. Әрбір мамандық бойынша қазір бізде музыкалық білім беру мамандығы болып жатыр. Оларда қателеспесем хор сабағы болып жатыр. Бір көріп, жалпы танысып көрейік. Кеттік. Екінші сабақ бізде аударма ісі мамандығының ағылшын тіліне сабақ болады, соған қатысамыз. Және соңғы сабақ дизайн мамандығы бойынша сурет сабағы, и біз қазір натюрморт салып отырмыз. Жатақханаға да келіп қалдық. Қазір сіздерге бөлмеге обзор жасаймын, бірақ оны жасамастан бұрын көрсете кететін нәрсе. Жатақхана мен
жалпы колледж өте жақын орналасқан, яғни терезеден де көрініп тұр. Тез сабаққа барып, сабақтан тез жатақханаға келіп демалуға болады. Енді обзорға келейік. Қараңыздар, біз қазір қыздардың бөлмесіндеміз. Жалпы жатақхана 6 адамдық және де 8 адамдық болып бөлінеді. Жатақханада не бар? Wi-Fi, жатын орны, төсек, апта сайын, яғни мысалы простыня не деген секілді нәрселерді ауыстырып алуға болады. Прачка, асхана, сабақ оқитын бөлме деген секілді, иә. 6 адамдығы айына 10 мың теңге болып есептелінеді. Ол жақсы цена деп ойлаймын. Өйткені негізі жатақханалар басқа жатақханалармен салыстырғанда әлдеқайда кеңірек бөлме. Өйткені кейбір жатақханалар тарлау болса, бұл бөлме кең. Документ тапсырғымыз келеді, бұйыртса колледжге түскіміз келеді, бірақ не жасайтынын білмеймін. Енді егер құжатты тапсыратын болса, оқуға қабылдану керек болатын болса, бізде жаңағы сайтта қалай тапсыру керектігі жөнінде жариялаған болатынбыз. Сол сайтқа кіріп, қандай құжаттар қажет екенін сол жерден біліп, электронды түрде жіберсе де болады. Бірақ негізі электронды түрде жібергенмен осы колледждің өзіне келіп, өзінің келісім шартқа қол қойып, ата-анасы 18 жасқа толмаған балалардың ата-аналары, я болмаса соған жауапты кісі келіп, қол қойып, келісім шартпен танысып, солай әрекет жасайтын болады. Жалпы документ тапсыру қай уақыттан қай уақытқа дейінгі аралықта? Қабылдау комиссиясы 20 маусымнан бастап 25 тамыз аралығында жұмыс жасайтын болады. Жақсы, түсінікті. Осы орайда жалпы қазіргі таңдағы оқытып жатқан мамандықтарыңыз бойынша грант бар ма? Және де ондай гранттарды жеңіп алу үшін не жасау керек? Бізде қазіргі таңда осы мемлекеттік тапсырыс бойынша оқытып жатқан 400-ге жуық студенттеріміз бар. Мемлекеттік тапсырыс бойынша оқып жатқан 4 мамандықта студенттеріміз бар, білім алушыларымыз. Оның ішінде дене тәрбиесі және спорт мамандығы, бастауыш білім беру мамандығы, мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандықтары бойынша білім алып жатқандар бар. Және де бізде қосымша мынау қолданбалы бакалавр бар. Мектепке дейінгі оқыту және бастауыш білім беру қолданбалы бакалавр. Осы 11-дің негізінен кейін түсетін білім алушылар осы бакалаврға түсуге мүмкіндіктері бар. Бұл колледждің маған тағы да бір ұнаған бір мүмкіншілігі десек те болады. Негізі көбіміз ағылшын тіліне келген кезде сәл қиналып қаламыз, немесе белгілі бір тұрғыдан білсек те сөйлеуге келген кезде қиналып жатамыз, разговорная речь өтіп қатты дұрыс қалыптаспаған деген секілді. Вот осындай студенттерге негізі колледж қосымша курстар береді. Яғни ол тек қана Қазақстанда емес, қосымша шет елде, мысалға Латвия, Сингапур, Англия, Малайзия деген секілді елдерге барып, сіз 2 апта мен 8 аптаның аралығында арнайы курсты сол жақтан оқып, кәдімгідей сол жақта белгілі бір деңгейді бірден оқып, сертификатын алуға да мүмкіншілік болады. Ол колледждің өзінің студенттерге жасап жатқан мүмкіншілігі десек те болады. Әрине, одан да бөлек қосымша шетелге оқу, шетелге барып, іс тәжірибе жинау деген секілді бағдарламалар бар. Ол да бір үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Енді осы орайда колледжде тек қана теориялық дағдыларды, тек қана бір ақпараттар айтады деп ойлап қалуларыңыз мүмкін, бірақ бұл жақта кәдімгідей тәжірибелік дағдыларды практикаға да өте қатты назар аударады. Негізі колледждің құрылтайшы, жалпы осы колледжді ашқан кезде үздіксіз дамуды, үздіксіз білім беруді жалпы көздегенді, сол себепті де бұл жақта қосымша мектеп те бар, яғни бастауыш сыныптарын оқытатын 21 ғасыр гимназия мектебі деген бар. Және де бұл колледждің студенттеріне бір үлкен мүмкіндік десек те болады. Яғни колледждің студенттері осы жақтан практика өтіп, кәдімгідей біліктілігін арттырады десек те болады. Егер де студент болып жақсы оқып шықсаңыздар, әрине белгілі бір тәртіп бойынша, заң бойынша дипломыңызды алғаннан кейін де осы жаққа бірден жұмысқа тұруға да мүмкіншілік болады.
колледжге обзор түсіріп жүріп, балабақшада не істеп жүр демеңіздер. Біз бағана айтқан болатынбыз, белгілі бір маман иесі болу үшін тек қана теориялық тұрғыдан емес, кәдімгідей практикадан өтіп, жалпы сол дағдыны қалыптастыру керек, және де ол маңызды деген болатынбыз. Және де қазір осы колледждің студенттері, нақтырақ айтатын болсақ, мектепке дейінгі даярлық және де оқыту мамандығының оқып жатқан студенттері практикадан өтіп жатыр, және де балалармен жұмыс жасап жатыр. Сол моментті көріп қалып, мен сразу давайте камераға түсірейік деп түсіріп алған болатынбыз. Жалпы колледжге обзор жасап жүріп, бүгін ашық есік болып жатқанын сіздерге айтуды ұмытып кеттім. Яғни, жалпы Шымкент қаласының оқушылары 200-ден аса оқушы келіп, колледжбен танысып, көрісіп жатыр. Арнайы бір жиын ұйымдастырып жатыр десек те болады. Сол моменттерді де сіздерге көрсете кетейін. Жалпы бүгінгі жиын қалай өтіп жатыр сізше? Енді шын айтқанда Әл-Фараби ауданы орталық аумақ болғандықтан да бізде жоғарғы оқу орындары көптеп орналасқан. Шымкенттің жүрегі, яғни бұл Әл-Фараби ауданы. Мұнда 10 жоғарғы оқу орны бар. Бұл Оңтүстік Қазақстан университеті, педагогикалық университет сияқты үлкен мынау кеңес дәуірінен қалыптасқан үлкен оқу базасы бар, үлкен университеттер орналасқан. Сонымен қатар бізде үлкен мемлекеттік 13 университет орналасқан. Соның ірі университеттердің бірі бұл Шымкент жоғарғы педагогикалық университеті. Өздеріңіз жаңа танысып отқандай тарихымен 18 жылдық тарихы бар. Бұл жерде енді жалпы жылда өзі соңғы 10 жылда осы ашық есік мамандығын мәртебе атты ашық есік болып өтеп тұрады екен. Бұл жердегі мақсат мектеп түлектерінің, яғни жоғарғы класстас сыныптың оқушыларының, яғни 9-10 класстың сыныптары келіп, колледжге бір мамандық егесі болайын деп, колледжбен танысу, материалдық базасымен танысу. Жаңа көріп отырсыздар, студенттер үйесі болған екен, онда жатақханасы бар, кітапханасы бар деген сияқты. Мынау ғимараттары, базасы, жатақханасы болған өте тиімді деп ойлаймын. Неге десеңіз, мынау елді мекеннен келетін ол студенттерге қолайлы жағдай. Осында жатып оқса, неге десеңіз, пәтер ақысы қымбат. Және де мынау арнайы өзінің кітапханасы бар екен, базасы бар екен. Және соңғы обзорлардың бірі, біз колледждің стадионына келдік. Қазір норматив тапсырып жатыр. Осындай кезде негізі мен өзім студент емес екенім қуанам. Онша негізі физра деген ұнатпайтынмын. Но енді студенттер оқып жатыр. Сонымен бүгінгі видеомыздың соңына дейін жетіп қалыппыз. Жалпы обзорымызды аяқтап қалыппыз. Сіздерге қызықты болды деп ойлаймын. Ұнады деген ойдамын. Осы орайда белгілі бір идеяларыңыз болса, немесе белгілі бір сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарияға жазып қоюларыңызды сұраймыз. Себебі сол арқылы біз келесі видеоларды дайындайтын боламыз. Және де әдеттегідей міндетті түрде лайк басып, комментария жазып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Ол маған үлкен мотивация беретінін білесіздер. Қолдау көрсетіп кетіңіздер. Сау саламат болыңыздар.